Бақа, ханзада, ертегі. Қазақша қызықты ертегілерді қолдап тіркеліп отырыңыздар. Ертеде, баяғы өткен заманда бір өте бай патша өмір сүріпті. Оның жар дегенде жалғыз қызы болыпты. Ханшайым құнды әшекей бұйымдарды жақсы көреді екен. Тіпті ойыншықтарына дейін алтын мен күмістен жасалып, неше түрлі асыл тастармен, інжу маржанмен безендірілген еді. Ең сүйікті ойыншығы кішкентай алтын шар болатын. Патшаның сарайы да алтыннан құйылған кірпіштерден қаланған екен. Сарайдың айналасында неше түрлі ағаштар мен гүлдер өсіп тұр. Бұлбұлды бақта су бұрқағы бар екен. Ханшайым ыстық күндері сол жерде отырғанды ұнататын. Ермегі алтын шары. Шарды аспанға лақтырып жіберіп, қайта қағып алып, уақытын өткізеді екен. Су бұрқағына жақын жерде тоған бар еді. Бір күні ханшайым қолындағы шарын абайсызда тоғанға түсіріп алады. Еңкейіп алайын десе, тоғанның түбі терең екен. О, құдайым, алтын шарымды қалай шығарып аламын? Деп ханшайым жылап отырады. Сол кезде бір дауыс, ханшайым, неге жылап отырсың деп сұрады. Дауыс шыққан жаққа бұрылып қараған ханшайым судан басын шығарып, өзіне үңіліп қарап тұрған бақаны көрді. Ой, бақада адамша сөйлейді екен ау, деді ханшайым таңырқап. Содан соң көзінің жасын сүртіп, менің алтын шарым тоғанға түсіп кетті, сол үшін жылап отырмын деп сөзін жалғастырды. Мен оны тауып тоғаннан шығарып берем, еңбегімнің өтеуіне не аламын, деді бақа. Не қаласаң, соны аласың, қаласаң інжулерім мен асыл бұйымдарымды ал, мүмкін алтын тәжімді аларсың, деп ұсыныс жасады ханшайым. Маған тәждің қажеті қанша, деп бақа қарсы болды. Егер сен менімен дос боламын деп уәде берсең, үйіңе түскі асқа шақырсаң, бөлмеңнен маған орын табылса, алтын шарыңды тауып берер едім, деген талап қойды. Жақсы, деп келісімін берді ханшайым ойланбастан. Ханшайымның осылай деуі мұң еді. Бақа тоғанға сүңгіп кетіп, көп ұзамай су бетіне шығады. Аузында алтын шар. Міне ханшайым шарың, деп бақа аузындағы шарды ханшайымның аяғының астына қарай лақтырады. Қуаныштан ханшайымның жүзі жайнап кетеді. Енді менің шартымды орындайтын шығарсың, деді бақа. Ал дегеніне жеткен ханшайым шарды іліп алып, рахмет те айтпастан үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Тоқта, мен қатты жүгіре алмаймын ғой, деп бақа айқайлап артта қала берді. Бірақ ханшайым оған бұрылып та қарамады. Қуаныштан қиналған кезде қолын созған бақаны әп-сәтте ұмытып кетеді. Бұл кезде түс мезгілі болып қалған еді. Ханшайым сарайға кіргенде, қызметшілер түскі астың қамын жасап жатыр екен. Патша, қызым, қайда жүрсің? Дастархан басына жүр, түстеніп алайық, дейді еркелете шақырып. Қазір әке, қолымды жуып келейін, дейді қыз. Ханшайым қолын жуып дастархан басына қарай бет алады. Сол кезде оның құлағына баспалдақпен біреудің су аяғымен шалпылдата басып көтеріліп келе жатқан дыбысы естіледі. Артынша, ханшайым, есікті аш, деген дауыс естіледі. Ханшайым есікті ашады. Алдында жаңа ғана алтын шарын тоғаннан алып берген көк бақа тұр екен. Мұндайды күтпеген ханшайым қорқып кетіп, есікті жылдам жаба қояды. Қызының есікті тез жапқанын көріп тұрған патша ханшайымнан: "Ол кім келген? Тыныштық па?" деп сұрайды. "Бәрі дұрыс, келген бір жеркенішті бақа ғой. Сені ұрлап кетпек болып бір дәу келіп тұрма десем, ол неге келіпті?" деп әкесі әзілдей сұрақ қояды. Ханшайым әкесіне кешегі болған оқиғаны айтып жатқанда, тағы да есік қағылады.
Есіктің сыртында тұрған бақа: «Ханшайым, есікті аш, мені ішке кіргізші», деп енді жалына бастайды. Ешбір жауап болмаған соң: «Қалайша сен кеше тоғанның қасында берген уәдеңді ұмытып кеттің?» дейді. «Уәде Құдайдың сөзі, берген уәдені орындау керек, қызым. Бақаны үйге кіргіз», деп бұйырады әкесі. Ханшайым әкесімен келіспесе де, бұйрықты орындап, есікті ашуға кетеді. Сонымен бақа сарайға кіреді. Үстел басына отырғысы келген ол ханшайымға: «Мені көтеріп қасыңа отырғызшы», дейді. Қыз бақаның айтқанын әкесінің көңілі үшін ғана орындайды. Бақа қыздың алтын ыдысынан тамақ ішеді. Ал қыз болса, бақа қолын салған тамақты ішкісі келмей қалады. Бір кезде бақа: «Енді жатып демалайын, мені бөлмеңе апаршы», дейді. Бақаның бұл сөзіне қатты ашуланған ханшайым: «Бақамен бір бөлмеде қалай ұйықтаймын?» деп жыларман болады. Патша қызына: «Басыңа қиын іс түскенде көмектескен жанның тілегін қашан да орындау керек, қызым», деп жұбатады. Әкесінің осы сөзінен кейін ханшайым тағы да басылып қалады. «Жақсы, әке», дейді де, бақаны саусағының ұшымен көтеріп, өз бөлмесіне қарай бет алады. Патша айтқанын екі етпей орындаған қызының артынан сүйсіне қарап тұрады. Ханшайым бақаны көтерген қалпы өз бөлмесіне кіреді. Бақаны еденге тастай салады. «Жетер енді, әбден басындың ғой түге. Осымен мен өзімнің міндетімді өтедім. Құдай қаласа таңертең оянғанда сені көрмеспін деп үміттенемін», деп ұрсады да төсегіне барып жатады. Ханшайым ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бақаны жыртқыш аңдар жұлмалап жатыр екен. Қыз шошып оянады. Өңінде де құлағына бақаның жылаған дауысы естіледі. «Саған не болды?» деп сұрайды ханшайым. «Мен тоғанда жалғыз өмір сүремін. Сондықтан өзіме дос тіледім. Дос таптым ба деп қуанған едім, арманым орындалмады. Сен мені жек көретін сияқтысың. Маған тоғанға қайту керек шығар», деп мұңын шағады бақа. Көрген түстің әсерінен бе, жоқ әлде бақаға жаны ашыды ма? Ханшайым жіберген қателіктерін түсініп, ыңғайсызданады. Кереуеттің шетіне отырып: «Досың болуға саған уәде беремін», дейді. Бұл жолы ол уәдесін шын көңілімен айтады. Тіпті жиіркенбей бақаны қолын алып сүйеді. Сол-ақ екен, дүние бір сәт астан кестен болғандай әсер береді. Ұсқынсыз көк бақа сұлу ханзадаға айналып шыға келеді. Мұны күтпеген ханшайым аң-таң тына қалады. Бақа жігітке ес-түссіз ғашық болып, бағанағы қылықтары үшін ұялып кешірім сұрайды. Жігіт те қызға: «Маған тұрмысқа шығасың ба?» деген ұсынысын айтады. Сөйтсе, қыздың бақа деп жүргені сиқырланған ханзада екен. Сиқырдың күші қыз бақаны сүйгенде жоғалыпты. Ертеңінде ханзада мен ханшайым патшаның батасын алып жолға шығады. Патша өзінің ең сүйікті сәйгүліктері мен алтыннан жасалған күймесін сыйға тартады. Ханзаданың әкесі билік құрып жатқан патшалыққа дейін шығарып салу үшін оларға өзінің әскер басын қосып жібереді. Сөйтіп, әскер басы бақа ханзада мен ханшайымды келесі патшалыққа дейін шығарып салады. Екеуін ханзаданың әкесі билік құрып жатқан патшалыққа кіргізіп жіберіп, қош айтысып кері қайтады. Ханзада мен ханшайым тура сарайға қарай бет алады. Екеуінің келе жатқанын алыстан көрген патшалықтың халқы оларды сырнайлатып күтіп алады. Баласының аман есен оралғанына өзі ғана емес, қалыңдығын ерте келгеніне қуанған әкесі жас жұбайларға арнап
30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Патша қартайған шақта ханзада елінің патшасы болып, ханшайым екеуі ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешеді. Соңы. Қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, қолдап отырыңыздар. Рахмет.